Түнде ұйықтап жатқанда бауыр не істейді? Білсең, таң қаласың. Адам кеш ұйықтауды қалыпты нәрсе деп ойлайды. Бірақ түн ортасына дейін ұйықтамау ағзаның ең маңызды тазарту процесін бұзады. Адам ұйқыда жатқанда бауыр мен басқа да ішкі мүшелер денені тазартумен айналысатын уақыт. Дәл осы кезеңде бауыр күні бойы ағзаға жиналған уыттарды, токсиндерді, ауыр металдарды, артық гормон қалдықтарын сүзгіден өткізіп, оларды бейтараптандырып, сыртқа шығару үшін дайындайды. Егер бұл уақытта адам ұйықтамаса, ағза бұл жұмысты толық орындай алмай қалады. Бауыр кешіктірілген режимге өтеді, ал уыттар ағзада қалып қоя береді. Нәтижесінде таңертең тұру ауырлай түседі. Бастың ауырлауы, беттің ісінуі, жаман иіс, ауыз құрғауы, іш қату, көңіл күйдің тұрақсыздығы сияқты белгілер пайда болады. Бұдан бөлек, дәл осы уақытта ұйқы гормоны мелатонин ең белсенді түрде бөлінеді. Мелатонин тек ұйқыны реттеп қана қоймай, ішкі мүшелерді қалыпқа келтіру, қартаю процесін баяулату, иммунитетті нығайту қызметін де атқарады. Егер адам осы сағаттарда ұйықтамай гаджет қарап жатса, немесе жұмыс істесе, мелатонин мүлдем бөлінбей қалады. Бұл жүйкенің жұқаруына, терінің ерте қартаюына, иммунитеттің әлсіреуіне, артық салмақ жиналуына әкеледі. Әсіресе әйел адамдар үшін бұл өте маңызды. Гормондық жүйе мен тері жағдайы ұйқы тәртібіне тікелей байланысты. Сондықтан бауырға көмек болса, дәрі ішудің керегі жоқ. Тек түнгі 23:00-ге дейін ұйықтауды әдетке айналдырыңыз. Себебі бауыр тыныштықты жақсы көретін мүше. Ол адам ұйықтағанда ғана өз жұмысын толық орындай алады. Міне құрметті көрермен, осымен видеомыз аяқталды. Егер видеомызды пайдалы болды деп тапсаңыздар, арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып, қоңыраушаны баса кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің әрбір қолдауларыңыз біз үшін өте маңызды. Келесі видеода кездескенше аман сау болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын. Ақпаратымыз пайдаларыңызға жарасын.